Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ел ертеңі білімді жастар. Бірінші сабақ. Сабаққа негізделген оқу мақсаттары: мәтін үзінділер арқылы оқиғаның дамуын болжау, тірек сөздер сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау, қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте сызба шартты белгілері түрінде ұсыну. Бағалау критерийлері: мәтіннен негізгі ойды анықтайды, жаңа сөздер мен сөздік қорларын толықтырады, тақырыпқа байланысты диаграмманы мақал-мәтелдермен толықтырып жазады. Мәтінмен жұмыс жасамас бұрын жаңа сөздермен танысайық. Жаңа сөздер: еліміздің еңсесін көтерді, рухани жетілу, сауатты, ғибарат алу, өнеге алу. Қайталаймын: еліміздің еңсесін көтерді, рухани жетілу, сауатты, ғибрат алу. Осы жаңа сөздерді айтып, дағдыланып үйрену. Мәтінмен жұмыс. Оқулықтағы 99-шы беттегі мәтінді мұқият қарап оқимыз. Дүниенің сырын білуге есік ашатын алтын кілт білім. Дана бабаларымыз күш білімде, білім кітапта, мұхит басы бұлақ, білім басы кітап деп бекер айтпаған. Ел болып еңсесін көтерген егеменді еліміздің ертеңі жас ұрпақ. Ерінбей оқып, талмай іздену арқылы адам рухани тұрғыдан жетіліп, білім нәрімен сусындайды. Мұндай адам қашанда халқының ықыласына бөленеді. Асыл мұратына, арман мақсатына білім арқылы жетеді. Жас жеткіншектер данышпан бабаларымыз жазып қалдырған кітаптарды көп оқулары керек. Осындай ғибрат пен өнегеге толы кітаптарды, ақын жазушылардың шығармаларын оқыған адам білімді, тәрбиелі, өнерлі болып өседі. Ағылшын философы Фрэнсис Бэкон кітап оқу адамды білімді етеді, жазып отыру әдеті сауатты етеді дейді. Ал Конфуций білген адам өкінбейді, мейірбан адам мазасызданбайды, батыр адам қорықпайды деген екен. Мәтінде қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсініп алу. Дүниенің, өмірдің, күш, мықты, егемен, тәуелсіз, білім нәрімен, білімділігімен, асыл, қымбат, баға жетпес, мейірбан, қайырымды. Тапсырма: мәтінді пайдалана отырып, диалогты толықтыру. Мәтіннен ұлы ойшылдардың сөздерін, қанатты сөздерін теріп жазу. Келесі тапсырма: суреттер бойынша берілген сөздерден сөз тіркестерін құра. Осы сөз тіркестерін пайдаланып, шағын мәтін құрастыру. Үй тапсырмасы: 99-шы беттегі 5-ші тапсырманы жазбаша орындау және жаңа сөздерді жаттап, есте сақтау.